Еліміздің өнім өндірушілері карантинге қарамастан шетелге экспорт көлемін арттырып жатыр. Коронавирус отандық экономикаға әсер еткені сөзсіз. Мұндай кезеңде тек бизнесті ғана емес, сырттағы серіктестерді сақтау маңызды. Осы бағытта мемлекетті қолдау басты рөл атқаратыны сөзсіз. Сауда және интеграция министрлігі мен Бәйтерек холдингі және Қазақ экспорт сақтандыру компаниясы Шымкент қаласы мен Түркістан облысының кәсіпкерлеріне халықаралық нарықта өз орнын табу үшін көмек көрсетіп келеді. Балтекстиль Шымкенттегі ең ірі өндіріс орындарының бірі. Мұнда жылына 5 миллион шаршы метр кілем шығарылады. Олардың көпшілігі ішкі нарықта сатылса, шет мемлекеттен де едәуір сұраныс бар. Өнімнің 10% Ресей, Қырғызстан және Тәжікстанға экспортталады. Қазір кілем фабрикасы қарқынды дамуда. Біздің енді мақсатымыз осы экспорт көлемін ұлғайту. Басқа да нарыққа шығу, көршілес Қытай еліне шығу, одан кейін Америка нарығына шығу, Европа нарығына шығу мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта біз экспорт көлемін 40-50%-ға дейін арттыруды жоспарлап отырмыз. Бұл қарқынды бау Агрофуд компаниясына тиесілі. Мұнда алма, қараөрік, шие және шабдал өсіріледі. Жалпы 200 гектар құнарлы жері бар. Қазақ экспортпен жұмыс істегеннен кейін бізде көп жеңілдіктер болып жатыр. Өйткені жіберу, экспортқа жіберу тәртіптерін бәрін солар өздері көрсетіп, солармен ақылдасып, көп нәрселерге көмек тиіп жатыр. Бәйтерек ұлттық холдингінің еншілес компаниясы болып табылатын. Қазақ экспорт сақтандыру компаниясымен ынтымақтастық өте тиімді дейді Агрофуд өкілдері. Шында да сақтандыру құралдарының арқасында олар бақтардың аумағын, сәйкесінше экспорт көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Нұрбек Байлосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24.